Саламатсыздар ма? Бүгін қыз баланың 6 жасқа дейінгі баланың киімін базовый основасын қалай салуды көрсететін боламын. Ол үшін бізге 5 қана өлшем керек. Обхват шеи мойын өлшемі, обхват груди кеуденің айналдырып өлшегендегі өлшем, ДПТ мойынның иықтың басынан бастап белге дейінгі адамның алдымен өлшенетін өлшем. Длина изделия киімнің ұзындығы, длина рукава жеңнің қолдың ұзындығы. Содан кейін припуск деген бар, киімнің кеңдігіне берілетін 3 сантиметр. Бұл общий 6 сантиметр, ал жартысына беріледі 3 сантиметр. Енді мына жерге сызып бастаймыз. Ең алдымен мына жерге бас нүктесін қойып, көлденең және тіке сызықтар сызып алайық. Енді мына бас нүктеден төменге қарай ДПТ деген өлшеміміз бар. Міне осыны өлшейміз. Мен масштабпен кішкентай қылып салып жатырмын. Сіздер шын масштабымен 28 сантиметр, менде мысалы шын масштабпен сала бересіздер. Обхват грудиден полу обхват груди тауып аламыз. Полу обхват груди бұл дегеніміз 62-ні 2-ге бөлеміз. Менде 62 бөлу 2 31. Осы 31-ге мына припуск бар ғой 3 сантиметр. Осыны қосамыз. 31 34 сантиметр. Енді мына бас нүктеден оңға қарай 34 сантиметр сызамын. Енді кеуде сызығын тауып алу керек. Ол үшін мына формуланы пайдаланамыз. Полу обхват груди, мына жерге жазайын. Полу обхват груди бөлінген 3 қосылған 6. Менде 31. Полу обхват груди, міне обхват грудиді 2-ге бөліп, полу обхват груди табамыз. Осыны 31-ді 3-ге бөліп 6-ға қосамыз. Сонда менде 16-да 5 шығады. Мына нүктеден төмен қарай 16-да 5, мына жақтан 16-да 5 өлшеп алып, екеуін бір-біріне қосамыз. Енді арқаның енін табамыз. Мынау арқасы мына жақта болады, алды мына жақта болады. Мына жерде арқаға қанша қалдырамыз, соны табуымыз керек. Ол үшін мынадай формула жазамыз. Полу обхват груди бөлу 3 қосылған 1 бөлінген 4 көбейтілген, міне припускты 2-ге көбейтеміз. Припуск деп отқанымыз мына 3 сантиметр, мана кеңдікке берілетін 3 сантиметр. Осы жерге 3-ті қоямыз. Сонда барлығы менде 31 бөлу 3 қосылған 1 бөлінген 4 көбейтілген 3 көбейту 2. Сонда шығады 31. Менде жалпы 11-8 шығады, оны дөңгелек дегенде 12 шығады. 12 сантиметр. Енді осы жердегі нүктеден бастап былай қарай 12 сантиметр өлшеймін. Мына жерден 12 сантиметр өлшеп бір-біріне қосамын. Енді маған мына жерде жеңнің ені керек. Мына жерге жең қондырылатын қолтық ойындысы қандай, мына жердің енін табу керек. Ол үшін мына формуланы пайдаланамын. Полу обхват груди бөлу 4 қосу 2,5. 31,4 бөлу 4 плюс 2,5. Менде 10,3 шықты. Мына жерден былай қарай 10,3, мына жерден 10,3 өлшеп бір-біріне қосамын. Міне қолтық ойындысының ені табылды. Осы жерде дәл 2-ге бөлеміз. Мен шамамен бөлсем, осы жерде осыдан төмен қарай тіке сызық сызамын. Енді бізге мына арқадан мойынның ойындысын салу керек. Бізге ол үшін тағы бір формула керек. Ол полу обхват шеи бөлу 3 плюс 1. Менде полу обхват шеи, мына обхват шеи мына жерде менде 27.
полуобхват шеи дегеніміз 27-ні 2-ге бөлеміз. 13-те 5. 13-те 5 бөлу 3 плюс 1. Менде 5-те 5 шықты. Енді 5-те 5-ті мына нүктеден бастап былай қарай 5-те 5 деген өлшеп точка саламыз. Менде шамамен осы жерде. Сосын мына жерден 2 сантиметр түсіреміз төменге. Осы 2 нүктені мойын ойындысын әдемілеп сызамыз. Қосамыз осылай. Содан кейін мына ара қашықтықты дәл 3-ке бөлеміз. Мен шамамен бөлемін. Енді мына нүктені белгілеп қоямын. Енді мына жерден бастап төменге 2 сантиметр мына жерден өлшейміз. Сосын өшірген нүкте саламыз. Сосын осы екеуін қосып мына нүктеден былай қарай 1 сантиметрге артық қыламыз. Асырамыз. 1 сантиметрге асырамыз. Болды. Иықтың шеткі нүктесі табылды. Содан кейін мына жерге биссектрисия жүргізіп, мына нүктеге осы бұрышқа биссектрисия жүргіземіз де, осының бойынан 2 сантиметр қашықтықтағы нүктені белгілейміз. Сосын осы 5 нүктені қосып, қолтық ойындысын жасаймыз. Так. Енді алдыңғы бөлікке өтейік. Мына нүктеден былай қарай, мына жер 5-те 5 былай салдық қой. Мына жерден де 5-те 5 деген нүктені табамыз. 5-те 5 сантиметр нүктені табамыз. Содан кейін төмендегі нүктені табу үшін 5-те 5-ке 0,5 қосамыз. 6 сантиметр. Мына жерден 6 сантиметр белгілеп аламын. Менде мына жерде болады. Былай 1 сантиметр тіке сызық, былай 1 сантиметр тіке сызық сызып, мойынның алдыңғы бөлігін жасаймыз. Осы шеткі нүктені мана 3-ке бөлген жер бар ғой, соның бірінші нүктесіне қосамыз. Бұл көмекші сызық, сондықтан білдірмей жіңішке сызықпен немесе үш сызықпен қосамыз. Енді осы түзудің бойынан мына қашықтық қанша болды өлшеп аламыз. Менде примерно мына жерде шамамен мына жердегі қашықтық менде 10 сантиметр болып тұр. Мына жерге де осы сызықтың бойынан 10 сантиметрді өлшеп саламыз. Осы табылған нүктені мына бір нүктеге қосамыз. Сосын мына осы жерді 2-ге бөлеміз шамамен. 2-ге бөлген осы нүктені солға қарай 0,5 жарты сантиметр солға қарай ығыстырамыз. Осы нүкте табылды. Міне осы нүкте, мына нүкте. Сосын осы бұрышқа биссектрисия түсіріп, мына тік бұрышқа 45 градуспен 2-ге бөлінеді. Биссектрисияның бойынан 2 сантиметр белгілеп нүкте қоямыз. Басты нүктелер табылды. Енді мына жерде жасауға болады. Қолтық ойындысын жасауға болады. Мына нүктені мына нүктеге, мына табылған жарты сантиметрге ығысқан қосамыз. Содан кейін мына биссектрисияның бойындағы нүктеге, сосын шеткі нүктеге қосамыз. Так, осылай болып шықты. Баланың белі мен кеудесі көбіне бірдей болады. Сондықтан белге ешқандай выточка салынбайды. Ал егер белін тарылтатын болсаңыз, суреттегідей қылып виточка салуға болады. Осы лекалы мен матаны пішкен кезде 1-1,5 сантиметр тігіске тағы да қосымша қосылады.
алдағы уақыттарда жеңнің видеосын салатын боламын. Сау болыңыздар.